Қайырлы Сәлеметсіз кеш, Мағжан мырза. Қалыңыз сәлеметсіз қалай? шүкір өздеріңіз қалайсыздар Аха. амансыздар. Сізге солтүстіктен жалынды сәлем. Үлкен рахмет. Аха. Кереку өңірі дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназия, Павлодар қаласындағы 83 жылдық тарихы бар білім мекемесі сізді бүгін біздің студиямыздың кешкі қонағы етуге шақырып отыр. Келіскеніңізге шын көңілден ризашылығымызды білдіреміз. Біздің қазіргі кешкі кездесуіміз біздің мектептің жаңа жабдықталған кітапханасында өтіп отыр. Сондықтан да бұл кітапханамен былай танысып қойыңызға болады. Керемет. Құрметті Мағжан мырза, енді сіз халықтың қалаулы ұлысыз, жаста болсаңыз үлкен биік белестерді бағындырып, қазақтың атын әлемге мойындатып жүрген біртуар тұлға ретінде бүгінгі біздің жастарға үлгі берсін деп, біздің мектептің оқушыларына бір мотивация болсын деп, бүгінгі кешке сізді қонаққа шақырып сұхбат алайық деп отыр едік. Мен осы мектептің директоры Шабажанова Салтанат Қалиасқар қызымын. Бүгін біздің тікелей эфирімізді біздің мектептің оқушылары, түлектері, ата-аналары, ұстаздары, сонымен қатар біздің Павлодар қаласының тұрғындары, облысының тұрғындары тамашалап отырғанын айта кеткім келеді. Біздің мектебіміз 83 жылдық тарихы бар ерекше білім ордасы. Бұнда ерекше дарынды балалар өсіп жетіліп келе жатыр. Мынау Абай тағылымын ту еткен, Абайдың шығармаларынан рухани жан дүниелерін байытқан балалар. Сондай балаларға бүгін сізді көрсетіп, сіздің мынау даңқты жолдарыңызды көрсетіп, балаларға үлгі еткіміз келеді. Сіздің ерліктеріңізді паш еткіміз келеді. Сондықтан да бізге қонақ болып отырғаныңызға тағы да бір мәрте шын көңілден ризашылығымызды білдіреміз. Мағжан мырза, сізге мынандай сұрақ қойсам деймін, алғашқы сұрағым. Сіз осы спорт түрімен қашаннан бастап айналысып келесіз? Жалпы қазір балалардың көпшілігі сіз сияқты спорт үйірмелеріне барады, бірақ көбінде, кейбіреуінде нәтиже болмай жатады. Ол үшін не істеу керек? Қанша жасынан айналысу керек деп есептейсіз? Сіз Мағжан Шамиев бүгін қол күресінен 2 дүркін әлем чемпионы, 7 дүркін Азия чемпионы деген үлкен атақ дәрежеңіз бар. Осы даңқты Мағжанның балашағы неден басталды? Сол туралы айта кетсеңіз. Баршаларыңызға жалынды сәлем. Ең бірінші Салтанат Әлиасқарқызы, сізге де сәлем. Сізге үлкен рахмет, осылай тікелей эфирге шақырып, жаңағы осындай жастармен жүздесуге, жастарға жалынды жаңағы ұранды сөздерімізді барынша жеткізуге септігіңізді тигізіп жатқаныңызға сізге рахмет. Жалпы ең алғашқы сұрағыңызға жауап беретін болсам, мен 2008 жылы ол кездерде 13-14 жасқа кездерінде, сол кезде осы қол күрес спортын бастадым. Бұған ең алғашқы себептер болған осы мектеп табалдырығында ұстазымыз, ағайымыз, Руслан ағайымыз себепкер болды. Сол кісі осындай Мағжан бір жарыс бар, соған қатысып көрші деді. Біз енді мектепте партаның үстінде күресіп жүретін тұғымыз. Сөйтіп жаңағы мектептің ішіндегі оқушылар жеңіп жүргенімізді көрген болу керек. Енді ағайымыз, Руслан ағайымыз Мағжан осындай жарыс болып жатыр, жүр деп сол жарысқа алып барды. Сөйтіп күресіп, енді жарыс бітті, мен шаршап қайтып кеттім ше. Сөйтіп менің өзімнің анашым мектептің мұғалімі, математика пәнінің мұғалімі тұғым сол кезде. Сөйтіп жаңа жарыс біткенмен қайтып кеткенім, үйде отырсам, анашым келіп бала
шығып кеткен сияқты қайтадан қосылуға тырысып көреміз. Құрметті біздің бүгінгі тікелей эфирімізді тамашалаушы біздің кешкі қонақтарымыз. Қазір тағы да қосылып көреміз. Қайтадан қосылып көрейік қазір. Біз бүгін тағы да тікелей эфирде Қазақстанның қол күресінен 2 дүркін әлем чемпионы, 7 дүркін Азия чемпионы Мағжан Шамиевпен кездесу ұйымдастырып отырғанымызды айта кеткіміз келеді. Енді техникалық ақаулықтар шығып жатыр. Соған байланысты қосылудың мүмкіндігін қазір тағы да бір мәрте сынаймыз. Қайырлы кеш, құрметті біздің қонақтар, біздің тыңдармандар, біздің көрермендер, бізді көріп отырған сіздерге көп рахмет. Тікелей эфирге қосылып жатқандарыңызға. Тағы да тосып көрейік. Қайырлы кеш. Біздің әлеуметтік желіге Иә. Айта беріңіз. Техникалық ақаулардың жалпы сол анашым жарыстың жеңген грамотамен мен жеңіске жеткен сыйлықтан келіп балам жарайсың бірінші орын үшінші орын алған кезде бұл саған сыйлығың мынау саған грамотаң деп анашым мақтау сөздер айтшы. 8-ші сынып кездерінде көріп 8-ші сынып оқушысы үшін ондай үлкен мақтау естіген үлкен бір жеңіс болды. Сол күннен бастап мен одан бетер жақсы көріп отырдым. Сол 3-ші орын алған салмағымда 1-ші орын алып аудан чемпионы атанып, облыс чемпионы атанып, республика чемпионы атанып, әлемдік деңгейде чемпион болды. Жастарға барлық айтарым, ең бірінші жету үшін мақсат керек екен. Ең бірінші мақсатың болатын болса, жаңағы айтады ғой, мақсат адам қанатты құспен теңдейді. Әрбір адамның мақсаты болатын болса, оның міндетті түрде адам жете алады. Даусым естіліп жатыр ма? Естіліп жатыр. Сол себепті ең бірінші айтарым, қандай сала болсын, ол білім саласы болсын, спорт саласы болсын, қай салада болмасын, ең бірінші адамға алдына мақсат қоя білу керек. Арманы болған, мақсаты болған адамның міндетті түрде, Құдай қаласа, үлкен жетістіктерге жетеді деп мен айта аламын. Мағжан мырза, біздің көрермендеріміз сізге сауал қойып жатыр. Қол күресінен чемпион болу үшін қандай да бір витаминдер ішу керек па дейді. Қолдың бұлшық етін күшейту үшін, жәнегі шынықтыру үшін не істеуге болады дейді. Спортта жалпы, біздің қол күрес спорты болсын, жалпы спортта восстановление деген нәрсе болады да, жаңағыдай. Дайындықтан кейінгі демалдыру. Бұл сияқты ең бірінші кезекте дайындықты тыңғылықты түрде, өте тыңғылықты түрде дайындалу керек. Ол қандай, мысалы, қандай питания болсын, жаңағы спорттық тағамдар ішсең де, ішпесең де, сенің бір дайындығың, жаңағы ұйқың, тамағың дұрыс болмаса, оның барлығы зая кетеді деген сөз. Ал дайындығың өз уақытымен, жаңағы дайындығың, ұйқың, тамағың өз уақытымен орынды болатын болса, ешқандай артық питанияң да қажет жоқ. Адам өзі күшеюі болады. Сол себепті бірінші мақсат қою керек, чемпион болуында мақсат қою керек, дайындықтан қалмау керек, өзінің уақытылы істеу керек. Жаңағыдай дәл солай уақытылы бәрі істеп тұратын болса, мен гарантия бере аламын, сол жаңа сұрақ қойып отқанның чемпион болатынына. Тамаша, үлкен рахмет. Енді Мағжан мырза, сіз және айттың ғой,
әлемнің қол күресінен 2 дүркін чемпионы екенсіз. 7 дүркін Азияның чемпионы екенсіз. Сіздің жасыңыз нешеде сонда? Жасым 27-де. Осы биыл 27-ге толдық. Енді қатты жас емеспіз деп қояды дейді. Аллаға шүкір. Жақсы. Қол Мағжан мырза, күресі. сіздің шетелде болған, есте қалған ең қызықты оқиғаларыңызды айтсаңыз деп біздің көрермендеріміз сұрап жатыр сізден. Шетелде болған қызықты оқиғалар өте көп болды, негізі көптеген елдерде болдық қой. Соның қайсысын айтсам болады? Есіме түсірейін. Есіңізге түсіргенше мүмкін әлгі абсолютті әлем чемпионын ұтқан кезіңіз есіңізге түсетін шығар. 78 килограмм салмақтағы. Иә, ол да өте қызық жағдай болды ол кезде де. Жалпы сол Олег Жоқ деген қарсыласым украиналық. Сонымен шығатынымыз белгілі болды. Бізде білесің ғой, мысалы кіммен қарсылас шығатын. Сол екеуміз бір салмақтамыз. Қарсыласпен қарсылас шығып келе жатырмыз, екеуміз де жеңіп келе жатырмыз жалпы. Сонымен осы Жоқпен кездесуге тура келіп қалды. Сол кезде ойладым, біздің қазақтың ата-бабаларымыз, батыр ата-бабаларымыз бір қазақ болып 10 шақты жоңғарға қарсы шыққан, мысалы 10 шақты қалмақ жоңғарларға, өздерінің жауларына. Мысалы Жәңгір ханның тұсында 600 әскермен 50 мың әскерге қарсы шыққан, мысалы да. Және де жеңіске жеткен. Неге, мысалы, сондай ата-бабаларымыздың ұрпағы бола тұра, сондай батыр ата-бабаларымыздың ұрпағы бола тұра, мен неге бұдан жеңілуім керек деген, менде сондай бір ішімде бір намысты бір ой туды. Мотивация деймін, сол сияқты. Сөйтіп мен оны Олег Жоқты, өзім бір қазақтың батыры болатын болсам, Олег Жоқты бір жоңғардың, бір 8 жоңғардың батырына теңедім. Сөйтіп жаңа қарсыласыммен бірге тұрмыз. Сол сәтте Аллаға шүкірлер болсын, Аллаға сансыз шүкірлер болсын, сол жаңағы сондай бір мотивациямен, сондай күшпен жеңіп шықтық. Сыртқа шықсам жаңа өзіміздегі балдар айтып жатыр ше, Мағжан сен білгенін негізі шынымен жеңетін білгенін деп ше. Ал көбісі енді ол нәрсеге сенбеген ғой, енді ол Олег Жоқ өзінің салмағында бір соңғы 5 жылда ешқашан ұтылып көрмеген жалпы. Сол сәтте барлық бүкіл әлемде, осы қол күрес әлемде үлкен бір сенсация болды да. Сол арқылы қазақ елінің атын әлемге бір паш еттік деп өзім ойлаймын ше, сол кезде. Сол уақытта қандай сезімде болдыңыз? Сол уақытта қандай? Тек қана мақтаныш сезімі ме, әлде басқадай да бір сезімдер болды ма? Әрине, жаңа қазақтың батыры, біріншіден қазақтың батыры 8 жоңғарға қарсы тұра алатын тағы бір дәлелі болды сол жерде. Екіншіден, әрине, қазақ елінің атын жаңа бүкіл әлемге сол жерде біз таныстырдық уже. Қазақтың батыры деп, не деді, қазір әлеуметтік желіде тарап кетті, казахи монстры бір нәрсе деген әңгімелер жаңа сол кездегі блогерлердің сондай жағдайлар болды. Және өте үлкен қуаныш сезімде болсын. Енді адам баласы болғаннан кейін бір жетістікке жеткен кезде, жеңіске жеткен кезде міндетті түрде қуаныш сезімде боласың. Сол себепті ол кезде бір менің бір тарихымнан ойып тұрып орын алар үлкен бір оқиға болды мен үшін. Тарихи оқиға болды. Үлкен рахмет, Мағжан мырза. Біздің тыңдармандарымыз, көрермендеріміз сізден сұрап жатыр. Неге қол күресі дейді? Неге спорттың басқа түрі емес дейді? Неге қалауыңыз осы спорт түріне түсті? Былай ғой, жалпы спорт болсын, білім болсын, қай салада болмасын, сол салада жетістікке жету үшін сол саланы жақсы көру керек, сол саланы сүю керек деген сияқты. Мен бұл қол күрес спортынан алдым, боксқа да қатыстым, күреске де қатыстым, футболға да қатыстым. Бірақ жаңа осы қол күрес спортына деген жаңа махаббатым, осы спортқа деген азарттығым, жаңа жақсы көруім ерекше болды да. Сол себепті де ойлаймын, мен дәл қазіргі таңда осындай дәрежеге жетіп жатқан қанша мысалы әлем чемпионы болу оңай емес қой, қаншама тер төгіледі, қаншама қолдардың қақсауы, ұйқысыз өткен түндер деген сияқты. Сондай күндерді жаңағы егер сен сол саланы жақсы көрмейтін болсаң, бұндай нәтижеге жету мүмкін емес деп ойлаймын. Ал алғашқы ұстазыңыз туралы не айтасыз осы спорт түріне жетелеп әкелген? Мен жалпы осы спорт түрінде ең алғашқы Арман Романұлы Қарсыбаев ағайымызға үлкен алғысымды білдіремін. Осы Шардара өңірінде
қол күрес спортының негізін қалаған барша көптеген жастарға мүмкіндік берген, қазіргі таңда 600-700-ге жуық жастар осы қол күрес спортымен қазіргі таңда жаттығып жатыр. Біздің өзіміз осы уақытқа дейін 30 шақты мемлекеттерді көрген екенбіз. 30 шақты мемлекеттерде жаңа қазақ елінің көк туын көкке желбіретіп, еліміздің атын әнұранын шырқап жүрген жайымыз да бар. Осының барлығына ең алғашқы осы Арман ағайымызға рахмет айтқым келеді. Одан кейін ең алғашқы осы қол күреске жетектеп алып келген Руслан ағайымызға рахмет айтамын. Мағжан, осы сенен бір нәрсе шығады, қатыс деп жаңағыдай осы қол күреске жетектеп алып келген. Одан кейін осы Руслан ағайымыздан кейін өз қолына алған Сейфулла Нұрғалиев ағайыма рахмет айтқым келеді. Сол Сейфулла Нұрғалиев ағамыз жаңағыдай барша жарыстарға жаңа қасымда болып, әрқашан былай жаттығып жатсаң, мына жерің қате болды, мына жерің былай жаттық деген сияқты өзінің бар білгенін үйреткен осы Сейфулла ағаларымызға рахмет. Тағы бір ең үлкен рахмет айтатын өзімнің анашыма рахмет айтқым келеді. Барлық жағдайда балам тек қана алға деп жаңағыдай маған демеу беріп отырды. Қиыншылық кездерде демеу беріп, қуанышты кездерде бірге болып деген сияқты барлық жағдайда бірге болған осы анашыма да үлкен рахметімді айтқым келеді. Бәрекелді Мағжан мырза, үлкен рахмет. Енді мына біздің тыңдармандарымызды қызықтырады. Сіз әлемнің неше қаласында болдыңыз дейді? Қандай қалаларда болдыңыз? Қандай қалаларды араладыңыз дейді осы спорт түрімен? Сол әлемнің 30 шақты елдерінде болдық. Солардың мысалы бір елге барсақ, 2 қаласына барасың деген сияқты. Бір примерно әлемнің бір 40 шақты қалаларын көрген шығармыз енді. Соның ішіндегі ең керемет дейтіндей, мысалы Европа елдері өте қатты ұнады. Европа елдерінің мәдениеті, жалпы тазалығы, сосын мынау Біріккен Араб Әмірлігі, Дубай мемлекеті, ол да Дубай қаласы. Ол да өте үлкен қалалардың бірі, өте үлкен жаңа туристерді өте жылы лебізбен қарсы алады өздері. Және мынау Азия елдерінен Малайзия, жаңа Таиланд деген елдерге бардық, елдерде болдық. Жалпы бірақ 3 күннен кейін бәрібір де қазақ елін сағынасың ғой, қай елге барса да, қай қалаға барсаң да қазақ еліне жетеді. Бәрекелді, өте рахмет, өте үлкен рахмет. Тағы да бір сұрағымыз, сіз мысалға қол күресінде қолдың екі қолда маңызды. Сіз үшін қай қолыңыз күштірек? Оң қолыңыз ба, сол қолыңыз ба? Қай қолыңызбен күресесіз? Жалпы мен 2 дүркін әлем чемпионы болатын болсам, соның біреуі оң қолдан, біреуі сол қолдан алғым. Аллаға шүкір, 2 қолымда күші теңдей деп айтсам болады. Бірақ соңғы кездері осы сол қолымның күші басымырақ болып жүр. Өйткені оң қол кішкене жарақат алып қалып, сол қолдың күші қазір басымырақ болып тұр. Бірақ Аллаға шүкір, 2 қолымның да күші теңдей. Жақсы. Қолыңызды шынықтыру үшін қандай жұмыстар жасайсыз? Қандай жаттығулармен айналысасыз? Біздің шыны керек, біздің қол күрес спорты ойлайды көбісі, не жаттығу жасайды екен осылар деп ше. Мысалы, біздің қол күрестің өзінің 20 шақты, 30 одан да көп жаттығу түрлері бар. Біз бір күнде, мысалы, жаттығуымызды бөліп жасайтын болсақ, бір күнде 4-5 сағат тренировка кетеді. Мысалы, 4-5 сағат жаттығу кетеді, үлкен жарыстардың орын. Сол кезде 10-11 упражнениені бітіреміз мысалы. Әртүрлі, мысалы, жоғары қарап күресетіндерге, мысалы, жоғары қарап көп тренировка істейді деген сияқты да. Бұның өзінің қол күрестің тілімен айтқан кезде өзінің жаттығу түрлері өте көп. Жалпы керек десеңіздер, мынау саусаққа шейін жаттықтырамыз. Саусақ, қоспа, мынау связка, бүкіл дене жаттығады былайша айтқанда. Тамаша. Өте тамаша, рахмет. Біздің тыңдармандарымыз, көрермендеріміз тағы да сауал қойып жатыр. Сіздің жеңіс жолдарыңыз біздің көрермендер үшін өте қызықты екен. Сіздің алғаш спортқа неше жасыңызда келдіңіз? Алғашқы жеңісіңіз неше жаста болды дейді? Мен жалпы ауданішілік жаңағы мен сол жаңа 3-ші орын алған анашымның балам жарайсың деп құттықтап келген жеңісімді мен ең алғашқы жеңісім деп білем. Ол 13-14 жасымдағы жеңісім, 3-ші орын алған кезім. Сол жеңісім мені үлкен жаңа алдыға қойған
мақсаттарыма, алға мақсат қоюыма жаңағыдай септігін тигізді. Осы спортты одан ары қарай жақсы көруіме септігін тигізді деп айта аламын. Сол себепті менің ең үлкен, ең алғашқы жеңісім сол 13 жасымдағы сол 3-ші орын алған жеңісім. Ал одан кейін 18 жасымда әлем чемпионаты өтті Алматы қаласында жасөспірімдер арасында. Сол әлем чемпионатында әлем чемпионы атандым. Бұл менің екінші үлкен жеңістерім ішіндегі екінші ең үлкен мен үшін қуанышты, өте сезімге толы болған жарысымның бірі. Сезімге толы болған деп айтатын себебім дәл сол әлем чемпионаты Алматы қаласында өтті. Ол кезде жаңа барлық жарыс біткен, енді марапаттаулар болып жатыр да. Бізден алдын Ресей елінің жаңа әнұраны орындалып жатыр, басқа елдің әнұраны орындалып жатыр. Дәл менің кезегім келген кезде қазақ елінің әнұраны орындалды да. Көк туымызды көкке желбіреп, қазақ елінің әнұраны орындалды. Сол кезде жаңағы осы еліміздің әнұранын орындатуға мен септігім тигізіп жатыр екенмін ғой деген сияқты бір үлкен бір керемет бір сезім болды. Оны енді айтып жеткізу қиын. Сол бір өте қуанышты сезімнің бірі сол кездегі жеңісім болды. Жалпы осы алғашқы жеңістерім. Рахмет, өте үлкен рахмет. Мағжан мырза, біздің тыңдармандарымыз мынандай бір қызық сұрақ қойып жатыр. Сіз қолыңызды сақтандыруды ойламайсыз ба дейді. Страховка дейміз ғой, сақтандыру. Адамның өмірі сақтандыру сияқты ма, типа? Қалай болады? Иә. Ондай ой бар негізі. Даже керек десеңіздер, мен сақтандырып та қойғанмын. Тамаша, бәрекелді. Мағжан мырза, тағы да айтайын, енді ғана қосылып жатқан біздің көрермендерімізге, Мағжан Шәмиев қол күресінен 2 дүркін әлем чемпионы және 7 дүркін Азия чемпионы. Өзі Қызылорда, Шардара. Шардара ауданы, Түркістан облысы, Шардара қаласы. Түркістан облысы, Шардара ауданының тумасы. Сіздің ұстаздарыңыз туралы сөз қозғасақ, сіздің ұстазыңыздың 600-ден астам шәкірті бар екен. Былай желіден қарап көрген кезде мен таң қалдым. Бәсекелестік қаншалықты күшті сіздерде? Вот ең керемет сұрақ, Салтанат ханым. Жалпы спортта болсын, бизнесте болсын, білімде болсын, адам бәсекелестікпен өседі, бәсекелестікпен жаңа дамиды деген сияқты. Біздің ең үлкен, Аллаға шүкір, жаңағыдай неміз осы бәсекелестік көп бізде. Жаңа бір салмақта, мысалы, бір салмақта 6-7 фаворит болады. Лучший из лучших дейді ғой, мысалы. Бір салмақта 6-7 ең мықтылар болады. Сол ең мықтылары іріктеліп Қазақстанға барады деген сияқты да бізде. Сол себепті бәсекелестік өте күшті, Аллаға шүкір. Осы біздің Арман ағайымыздың салиқалы тәрбиесінің арқасында, Аллаға шүкір, біздің спорттағы балдарымыздың барлығы өте тәрбиелі, мықты, жалпы өзінің дисциплина жақсы ұстанған, барлығы да Аллаға шүкір деп айта аламын. Үлкен рахмет сізге. Енді тағы да бір сұрағымыз, мына біздің көрермендеріміз қызықтырып жатыр. Дубайда қандай жеңіске жеттіңіз ба дейді, қандай орын алдыңыз дейді. Сіз ең алғаш өзіңіздің күресіңізді, мына жеңіске жеткен, қай салмақтан бастадыңыз? Қазір қай салмақта бақ сынап жүрсіз? Мен ең алғашқы осы жаңа айтып отқан салмағым ауданымызда 45 келі салмақтан бастағам өзім. Сөйтіп 45 келіден өсіп 45-тен чемпион болып, 50 келіге өтіп, 50-ден чемпион болып, ал 55 келіге өтіп, сонымен ең бірінші алғашқы әлем чемпионы болған кезінде 2011 жылы 65 келі салмақта әлем чемпионы болдым. И сосын былтыр 2019 жылы действующий әлем чемпионы болған кезде, былтырғы жылы Румыния елінде әлем чемпионы болған кезде, ол кезде 75 келі салмақта әлем чемпионы болдым. Дәл қазір салмағым 82-83 келі тартам. Азия, Қазақстан жарыстарында 80 келіде бақ сынаймын, ал әлем чемпионатында 75 келіде. Өйткені менің жаңа лицензиям сол 75 келі салмақта болған екен, әлем чемпионатында кішкене салмақтарымыз тастап сөйтіп барамыз. Сізге сұрақ қойып, рахмет. Бір жарыс айтып кетесің бе? Айта алайын. Тағы бір үлкен бір жеңістерім бірі айтайын деген жаңа 17 жасымда ол, 17 или 16 жасымда болу керек есімде.
сол 16 жасында Ташкент қаласында, Өзбекстан мемлекетінің Ташкент қаласында Азия Азия кубогы өтті. Бұл Азия кубогы жарысында, егер сен Азия кубогы жарысынан орынға ілінетін болсаң, спорт шебер деген атақ беріледі. Енді үлкен жарыс қой, енді Азия кубогы оңай жарыс емес. Сол жарыста мен 17 жасар баламын, енді ол кезде 16 жасар болу керек, даже 16 жасар балам. 16 жасар бала үшін енді сол жарыста да 3-ші орын алдым. 16 жасар бала үшін сондай бір Азия кубогында 3-ші орын алып, спорт Қазақстан Республикасының спорт шебер деген атағын алу бір үлкен сезім болды. Сол жарыстан Ташкенттен есімде ше, бізге Шардара Ташкентке жақын ғой. Жаңа медалімізді тағып алып, үйге қайтқанша медалім шешпеген ұстап алып, шын мен осыны алдым ба деп ше, 16 жасымызда сондай бір өте керемет сезімде болған жарыстар болған осындай. Сол жеңістер, сол кішігірім жеңістер осы үлкен жеңістердің алдындағы бір маған бір берген бір мотивация болды деп ойлаймын солар. Тамаша. Мағжан мырза, әрине жеңімпаз болған, жеңіс тұғырынан көрінген жақсы ғой. Бірақ кейбір кезде табаныңыз тайғанақтап кетіп, жеңіске жете алмай қалған кездеріңіз де болған шығар. Ондай сәтте өзіңізді қалай сезіндіңіз дейді біздің тыңдармандарымыз? Өте керемет сұрақ, өте орынды сұрақ. Жеңіс болғаннан кейін жеңіліс те болады, спорт саласында жүргеннен кейін міндетті түрде. Менің еске алатын бір енді 2015 жылы Малайзия елінде әлем чемпионаты өтті. Оған өте жақсы дайындалып барғанбыз, жалпы неміз бабымыз да бәрі сай болды. Сол жарыста енді ол да бір жаңа спорт болғаннан кейін болады ғой, 4-ші орын алып қалдым. Мен 4-ші орын деген былайша айтқанда орын емес қой, енді 4-ші орын. Өзіме өте қатты қабылдадым. Өйткені мен сол жарысқа мықты дайындалып барған тұғым, барлығы сай келіп тұрған тұғым, бірақ енді бұйырмаған шығар енді. Сол кезде 4-ші орын алып қалдым. Былайша айтқанда іштей қатты түңілдім, шынымды айтсам. Сол кезде де жаңағыдай анашым хабарласып, балам, саған не болып, соншама бір жарыстан ұтылғанға сонша өзің еңсеңді түсіресің. Сен әлі талай алдында, жарыстар көп қой сенің алдында, еңсеңді түсірме олай. Әлі жеңісті күндерің әлі алда. Сен әлі жассың ғой деп, сол кезде маған үлкен бір ерік жігер берген. Ол кезде мен 21 жаста болған екенмін. Сосын дәл сол жарыстан кейін, бір айдан кейін жаңағы Олег Жоқты ұтқан кезім сол бір айдан кейін болды. Сол Малайзияда жарыстан кейінше. Мысалы, сол кезде мен егер өз-өзімді тастап жіберіп, жаңағыдай жарысқа болды, мен қол күресті қоямын дейтін болсам егер де, сол кезде мүмкін жаңа Олег Жоқты мен жеңе алмас едім да. Сол анашымның маған берген мотивациясының арқасында, Аллаға сан шүкірлер болсын, сол бір сабырлық қылғанның арқасында бір айдан кейін үлкен бір жетістікке жеттік. Аллаға шүкір. Сол үшін өте рахмет, үлкен рахмет. Егер де спортшы болмағанда қандай мамандықты таңдар едіңіз дейді? Спортшы болмағанда білмеймін ше, мен өзімді спортшы болмай елестете алмайды екенмін, шынымды айтсам. Бірақ мен бір нәрсені білем, басқа саланың да осындай чемпионы болатын едім деп айта аламын өзім. Үлкен рахмет. Көп жасаңыз. Мағжан мырза, жалпы спортшының бойында қандай қасиеттер болу керек деп есептейсіз? Бар, болады. Ең бірінші жаңағыдай алдына мақсат қоя білу керек. Өзінің үлкен арманы болу керек. Мақсат қоя білу керек. Сабырлық керек. Мысалы, бір жетістікке жету өте көп еңбек талап етеді спортта. Спорт саласында әсіресе еңбекті көп талап етеді. Сол себепті сол еңбекті жасау барысында үлкен сабырлық керек, төзімділік керек. Осындай сабырлығы бар, төзімділік бар, жаңа алдына үлкен мақсат қойған спортшы, ол міндетті түрде чемпион болады деп өзім айта аламын. Келесі сұрақ, шәкірттеріңіз бар ма дейді? Балаңыздың спортшы болғанын қалайсыз ба дейді? Мен әрине баламның спортшы болғанын қалар едім. Құдай қаласа өзімнің балаларымды спортқа беремін болашақта. Қазіргі таңда шәкірттерім бар. Шәкірт тәрбиелеп жатырмын. Құдай қаласа олардан да үлкен бір жетістіктер, әлемде бағындыратындай, көк туымызды көкке көтеретіндей мықты спортшылар шығады деген үлкен үмітім бар. Жақсы. Мағжан мырза, жалпы сізден тағы бір сұрағымыз, мектеп оқушыларына, біздің мектептің оқушыларына қандай өзіңіздің
тілегіңіз бар, ойыңыз бар, пікіріңіз бар. Не айтар едіңіз бүгінгі жастарға, өсіп келе жатқан оқушыларға не айтасыз? Оқушыларға ең бірінші айтарым, қазір енді ұбт деген нәрсе не болды ғой, бір грантқа түссем болды дейді мысалы біреулер ше. Сіздерге айтарым, өздеріңіздің сүйген мамандықтарыңызға барыңыздар. Ол қандай болсын, ол платный болсын да басқаша болсын. Қазір мысалы қандай оқу орны болмасын, сіз жақсы маман болып отсаңыз, жақсы білім алып алсаңыз, грантқа ауыстырады деген сияқты ше. Сол себепті ол ұбт деген нәрсе, ол біреулер бар ғой, ұбт-дан құлап қалып жаңағыдай өзінің өміріме қол жұмсайын деп жатқан өте теріс пікір. Мысалы біздің өміріміздің баспалдағы болатын болса, ұбт деген баспалдақ ол ең бірінші баспалдақ та ол. Ал енді сен бірінші баспалдақтан сынатын болсаң, не болды сонда өмірің не болды да мысалы да? Ол ертең сен басқа баспалдақтарға басқан кезде ол ұбт-ның баспалдағы кішкентай ғана нәрсе екенін білесің да. Сол себепті барша оқушыларға айтарым, міндетті түрде армандаңыздар, мақсат қойыңыздар алдарыңызға. Сіздерге гарантия беремін, сол қойған мақсаттарыңызға міндетті түрде жетесіздер. Жақсылап әрекет етсеңіздер. Тек қана енді рахмет, өте рахмет, тұшымды жауап алып жатырмыз Мағжан мырза. Енді біздің тыңдармандарымызды көп нәрселер қызықтырады екен. Сіз топ 8-діктің қатарына кіруге қалай қарайсыз дейді? Топ 8-діктің қатарына бізде дәл қазіргі таңда менің салмағымда бұндай топ 8 деген жоқ, бірақ болашағы ашылады деген сыбыс бар. Және де осы ашылып жатса, егер шақырып жатса, неге қатыспасқа? Мысалы, мен сол жарысқа қатысу арқылы өзімнің көк туымызды желбіретіп жатсақ, көк байрағымызды көтеріп жатсақ, еліміздің даңқын шығарып жатсақ, ол мен үшін үлкен бір мәртебе деп ойлаймын. Сол үшін егер шақыртып жатса, міндетті түрде қатысамыз деп айта аламын, байқаласа. Рахмет, Мағжан мырза. Мағжан мырза, қазіргі күні ер балалардың тәрбиесі үлкен бір назарға ілініп тұр ғой. Шын мәнінде ер баланың тәрбиесі көңіл көншітпейді. Жалпы ер баланы қалай тәрбиелеу керек деп есептейсіз? Тәрбие тал бесікпен дейді ғой. Мысалы, қазіргі таңда үйдегі ең бірінші ата-ананың тәрбиесі үлкен нәрсе да ол. Ата-ананың тәрбиесі. Одан кейін жан-жағында достары, қалған жақтары, достары, мұғалімдер тәрбиелейді деген сияқты. И тағы бір нәрсе айтып кететін нәрсе, осы спорт саласы. Спорт саласы бұл ер баланы өте керемет тәрбиелейді. Ол спорттағы жүрген жігіттер болады, жан-жағында ол жерде қоғаммен араласа бастайды, жан-жақпен араласа бастайды. Мысалы, уже мықты бола бастаса, уже шетелдімен араласа бастайды, былайша айтқанда. Өзінің кругозоры көбейеді деген сияқты. Ал ондай спортшы жігіттің тәрбиесіне мен шынымды айтайын, енді былайша айтқанда өте керемет болады деп ойлаймын өзім. Спорт саласы тәрбие беретін болса, одан кейін жаңа жан-жақтағы жолдас балдар ғой. Енді сол барлығын енді сол спортқа келеді ғой енді. Сол енді спорт саласы, мен өзім спортшы болғаннан кейін спорт саласы бойынша айта аламын ғой енді. Мен спорт саласы осы ер балалардың тәрбиесіне өте керемет ықпал етеді деп айта аламын. Тамаша. Қол күресінен 2 дүркін әлем чемпионы, 7 дүркін Азия чемпионы нені армандайды екен? Нені мақсат етеді екен? Білгіміз келеді. Менің айтып та жүрмін, қазірде айтайын, ең үлкен мақсаттарымның бірі осы еліме пайдам тисе, бір еліме бір үлкен бір қызмет қылсам екен, артымнан бір тарихта із қалдыратындай бір нәрсе жасап кетсем екен деген үлкен бір арманым бар. Құдай қаласа, сол нәрселерге мен жаймен келе жатырмын деп ойлаймын. Бір елімізге пайдамыз тиіп жатса, нұр үстіне нұр емес па? Тамаша. Өте жақсы, Мағжан мырза. Елдің адамның ұлы сіздей ақ болсын. Жалпы сіз сияқты үлкен жаста болса, бірақ соншалықты үлкен жеңістің тұғырынан көрінген, еліміздің атын шетелге танытқан азаматтар біз үшін, біздің еліміздің бағы, бақыты деп айтамыз. Сондықтан да сізге көп рахмет. Жалпы жеңіске жету үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Жеңіске жету үшін тұңғылықты еңбектену керек. Мысалы, қай жаққа баратқаныңда нақты білуің керек. Мысалы,
сол жолдағы кездесетін кедергілерді сабырлықпен жеңіп бұзып өту керек. Сол кезде жетістікке міндетті түрде жетесіздер. Үлкен рахмет, Мағжан мырза. Бүгін жұманың кешінде бізбен бірге болып, уақытыңызды қиып, сонау оңтүстіктен біздің солтүстіктің жастарына үлгі көрсетіп, өз ой пікірлеріңізбен бөлісіп жатқаныңызға шын жүректен ризашылығымызды білдіреміз. Алла риза болсын сізге. Жеңіс тұғырынан көріне беріңіз. Еліміздің атын шығаратын сіз сияқты апталдай азаматтарымыз, ардақ тұтатын ағаларымыз аман болсын. Үлкен рахмет. Біздің гимназистерге, біздің бүгінгі кешіміздің қонақтарына өзіңіздің айтар тілегіңіз болса? Үлкен рахмет, Салтанат Әлиасқарқызы. Сізге үлкен рахмет. Сіз басқарып отқан мынау мектептеріңізде Құдай қаласа үлкен жетістіктерге жете берсін. Мынау грант боп бітіретіндер көбейе берсін. Тек мықты, білімді, ілімді азаматтар өсе берсін сол мектептен. Барша осы бізді көріп жатқан барша жастарға айтарым, Құдай қаласа тек қана алдарыңызға мақсат қойыңыздар, армандаңыздар. Сол мақсатқа жету жолына кішкене еңбектенсеңіздер, міндетті түрде сол мақсатқа жетесіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Әрқашанда деніміз сау болсын, жүзіміз жарық болып, осылай тікелей эфирлерде болмасам басқа да бір керемет жерлерде кездескенше деп сау саламатта болыңыздар. Енді Мағжан мырза, Павлодарда да менің жанкүйерлерім бар деп біліңіз. Абай мектебі, ол қазақ мектебінің қара шаңырағы болып табылады. Сонда оқып жатқан 600 оқушы, 60 мұғалім, 600 ата-ана, соның барлығы сіздің жанкүйеріңіз екенін біліп отырыңыз. Енді біздің елге келгенде міндетті түрде біздің білім ордамызға соғыңыз. Біздің бүгін кешімізде қонақ болған қол күресінен 2 дүркін әлем бүгінгі біздің эфирімізге қосылып, өздерінің сауалдарын, тілектерін жолдап жатқан барша тыңдармандарымызға, көрермендерімізге шын көңілден ризашылығымызды білдіреміз. Мағжан мырза, жұлдызыңыз жарқырай берсін, жеңісті күндеріңіз көп болсын. Біз соған тілекшіміз, жанкүйеріміз. Сау болыңыз. Үлкен рахмет, Салтанат ханым. Сау болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар.